келдім, иә, оқып келуге. Бэмби ертегісі 1946 жылы ағылшын жазушысы Уолт Дисней деген кісі жазып шығарған екен. Ол ағылшын тілде болғандықтан бізге оны аудармасын аударып берген, иә. Оны сендерге үйге оқып беруге бердім. Енді сендер соны кім баяндап береді? Таң шапағына бөленген орман іші жарқырап жадырап сала берген. Қыс бітті, көктем келді деп қуанып шуласты құстар. Сарыауыз балапандар ұяларында жатып, кішкентай ғана көздерін ашты. Тышқандар масаттана өзеннің тастай суына бір-бір сүңгіп шықты. Тіпті ақ тиіндер бұта-бұтаға секіріп, ойнақтап жүр. Тіпті кәрі көфелиннің өзі де ұзаққа созылған қыстан кейін өзінің қанаттарын қомдап, керіп қойып, айналаға сергей көз тікті. Барлығы да көптен күткен көктемнің келгеніне мәз. Аңдар мен құстар орманның күн шуағы төгілген алаңқайында демалып жатқан елік ана мен оның дүниеге жаңадан келген кішкентай лағына жетуге асықты. Баласын емірене емізіп отқан ана лағына: «Тұра қойылым, бізге қонақтар келді» деді. Аңдар ұзын кірпіктерін майса қағып айналаға таңданыспен мөлдірей қараған кішкентай лаққа сүйсініп, туған күніне қанзада деп шуласты. Келесі. Кішкентай лақ орнына тұрмақ болып тырысқан еді. Әлсіз өңешке аяқтарына жабыла беріп сөне құлады. Ол қандай сүйкімді еді деп сақылдап күлген қоян жас елікті жақынына көрмек болып тырысқан еді. Қызықтап жүр. «Атын кім қоясыз?» Елік ана езу тартты. «Мен оның атын Бэмби деп қоям». Уақыт сырғып өтіп жатты. Ал Бэмби өз күшіне сеніп, тұяқтарын тасырлата, тастан тасқа орғып жүрген кезге де жетті. Ол өзі тіршілік етіп жатқан орман құпияларымен танысып, аң атауымен таныспақ болады. «Қайтып кішкентай ханзада» деп күнде сәлем береді таңертең торғай ана. Рахмет, келесі. Қайырлы таң кішкентай ханзада деп қайталайды құланмен сары үрпек балапандар анасының сөзін қайталап. Бэмби болсам көңілденем, басын сұғып жымия сәлемдеседі. Қоян Бэмбиді көп жерлерге алып жүрдім. Бұлар құстар деп түсіндірдім. Қоян енді ғана қанаттан торғайларды ұшқанын көрсетті. «Құстар» деп айқалап жіберді. Ол жоқ, олай емес. «Құстар» деп түзеді қоян. Оның қуана қатты шыққан дауысын торғайларды үркітіп ұшырып жіберді. Рахмет, келесі. Енді ол көбелекті көрді. Көбелек оның басынан бір айналып, мұрнына қонады. «Құстар» деп қуанды Бэмби. «Жоқ» деп сықылықтай күлді қоян. Одан кейін ол екеулері қызыл гүлдерді көреді. Ол гүлдердің жұпар иісін жұтып алғысы келген Бэмби гүлдерге еңкейсе, мұрнына бір жұмсақ әрі кішкентай зат тигендей болды. Бұл кішкентай суыл еді. «Гүлдер» деп қуанды Бэмби. Қоян бұны ести салып, жерге жата қалып күледі. Бір кезде кішкентай суыл басын шығарып: «Егер кішкентай ханзадаға ұнаса, мені гүл дей берсін, мен өкпелемеймін». Рахмет, келесі. Тез кеш қайтты. Күн күркіреп жауын жауды. Бэмби анасымен бірге ағаш түріне жастырынды. Ағаштың жапырақтарынан құлаған суық тамшылар жерге сіңіп жатты. Бұл Бэмбидің өміріндегі ең алғашқы жауын еді. Ол жауынның гүлдерге, ағаштарға өмір беретінін, өзен көлдерге арналарын толтыратынын кейін білді. Келесі күні анасы ұлын орманнан шет көк майсалы ашық кең далаға алып шықты. «Мәз саған» деп таңғалды Бэмби. «Біз бұрын бұл жерде неге болмағанбыз? Себебі сен ол кезде кішкентай болатынсың» деп жауап берді анасы еркелетіп ұлын. Жетісі шексіз көк аспан арасында Бэмби көк алда жүгіріп ойнап жүр. Анасы оған салмақты дауысымен: «Бэмби» деді анасы, бұл шет өте қауіпті. Сен бұл жерде абайлап жүру керек дейді. Бірақ Бэмби қорқынышты деген
сөзді түсінбеді де жай ғана анасының серуендеп қайтуға рұқсат бергенін түсінді деп жөнеле жүгірді. Бемби көз алдында бірден де жоғалып кеткен жасыл жәндікті іздеп жағаға келіп көл бетіне үңілді. Бақаның орнына өзіне қарап тұрған еліктің басын көрді. Бемби үркіп басын жұлып алды. Ол ешқашан өзінің су басын көрмеген еді. Қыз елік болатын. Бемби таңырқаған күйі оның жанына жақындап барып бағдарлай қарады. Қыз елік күліп жіберіп, Бембидің тұмсығын тілімен сүйкеді. Мұны күтпеген Бемби анасының артына тығылды. Бемби анасын тыңдады, бірақ Фалина оған ұнаған жоқ еді. Ол секіріп жүре беретін, тілін сүйкеп. Бемби ол еліктімен ойнамаған еді. Ол бірінші рет еді. Бір тұрған суға сүңгіп алады. Ол да бірінші рет еді. Анасынан басқа ешкімі болмаған еді. Оның тұмсығына анасынан басқа ешкім сүймеген. Бұл орман бақшасы деп түсіндірді анасы, оны барлығы құрметтеп тыңдайды. Ол сенің әкең Бемби. Бұл үнсіздікті жақындарынан тыңдап естиді. Бұны алғашында Бемби найзағай күркірі деп ойлады, бірақ бұл мылтықтың даусы болатын. Бемби баласын алып қауіпсіз жерге жеткізді. Бір күні таңертең оянған Бемби аппақ түске айналған айналасын көріп таң қалды. Бұл қар деп түсіндірді анасы. Қыз келді. Бемби қарды түтіп көріп еді. Ол ұғалды, әлі суық екен. Оны басқан сайын аяғынан үлкен іздер қалды дейді сол ресми. Жоқ, қыс жаңа ғана басталды дейді қоян. Ол ара қарап аунап айтады есіне. Біз күтеміз, біз қыста ұйқыға кетеміз. Қамжын, мені көктемде оятыңдар дейді. Ағашында Бембиге қыз сондай ұнап еді, бірақ ол жазғы жасыл майсан мен гүлдер хош иісін көбелектерді қатты сағынды. Қыста тамақты тауып жеу қиынға соқты, аш қалған күндерде болды. Бемби үшін бұл үлкен қуаныш еді. Кенеттен анасы секілдене сезіктеніп басын көтерді. Атыс аңшылар, жылдам Бемби деп айқайлады ол. Бемби алды-артына қарамай жүгіре жөнеледі. Тезірек деген анасының дауысын естиді. Анасы артына қараушы болма дейді. Бемби мылтықтың дауысын естиді. Сол кезде Бемби бұтақтың астына тығылады. Ол тағы да ұзақ жылайды. Оның ыстық жастары қарға түсіп жоғалып жатты. Ол кенеттен ағаштың қасынан үлкен бұғының көлеңкесін байқайды. Мені сенің қасында анам бола алмайды дейді. Адамдар оны өзімен бірге алып кетеді. Енді сені анаң емес, мен қорғайтын болам дейді. Орман жасыл түске айналып, гүлдер бышып атып, құстар сайрайды. Ұзақ қыстан кейін Бемби, қоян және де гүл атанған сұңғыр үшеуі бір-бірін көріп қатты қуанды. Биік бұтаның басында оларды байқап қалған кәрі Винди, қараңдаршы, үшеуі де өсіп, тіпті жақында ғашық болып тентегінде табасында деді күлімсіреп. Қоян да мұндай жағдайын өз басынан өтерін сезбеген еді. Алдынан көрікті жасырудан қағып шыға келмесі бар ма? Аңтарылып қарап қалған қоян орнынан қозғала алмай қатып қалды. Ол түс көргендей болды. Бір ғана тілегі ол түсі ешқашан бітпесе екен деген. Мені таныдың ба? Бемби не істерін білмей қатты күмілжіді. Мүйізіне бұта жапырақтарын үнсіз түртіп тұра берген еді. Оның алдында көздері мөлдіреген хас сұлу елік Фалина болатын. Ол Бембидің қасына жақындап бала кезіндегідей мүйізін сүйресейді. Бемби ешқашан осындай бақытты болған жоқ. Фалина екеуі гүлдер айында ашық аспанда қалықтап жүргендей болды. Міне, ғашық болған осы едің ғой деп ойлады ол. Фалина өзіне қарады. Ол жатқа тарған жоқ. Бірақ ол өзінің жеңісін шын айтып олардың өмірлерінен жоқ болды. Енді махаббаттарына, қажет келер бақыттарына кедергі болар ештеңке қалмады. Бемби мен Фалина бақытты күндерін бастан кешіріп тәтті сезім құшағында жүреді. Бір күні таңертең Бемби
кишинин басына чыгып бир калптын исин сезе койду. Ормандын ичинде жанып жаткан оттун иси чыгыптыр экен. Şimdi bizge sizlere karşı gerekli bırakırlardı Farina. Bu ağaçların itildiği davsınızda bilgiliydi. Örüyoruz örüydü sürü. Kelip tübe aslan көргендер жас еліккеде жақындарда қалды. Көмекке келген бен тез арада иттердің көріп үй іздеген осы жіберді. Иттер жан-жаққа ұшып кетті. Фарина осылай құтқарылды. Батыл бен иттерді қуып жібергенімен аңшы оны құтыла алмады. Орманнан өрт шықты. Бен бұйыра қатты дауысты сөйлеген адамның бір дауысты естіді. Ол тұр ұлым кету керек деген орман патшасы еді. Бен бар күшін жиып орнынан тұрды. Айнала қызыл жауынға айналған еді. Ол Орман қап-қара түнекке айналады. Қойын-түтін арасына дейін олу мүмкін емес болады. Еліктер ағысы аға беруді қанша қорқыныш болса да секіруге нұсқа амал болмайды. Ағыспен демелген құлаған оқиғаларды тасқын су шағын жағаға бір ақ алып шықты. Жаралған сүйіктісін көріп қабаланды. Жараны тілінен шері жалай берді. Енді басылғанша күту керек. Осылайша тағы бір құс келіп үлгеріп көктен туды. Барлығы қайта көгеріп көктеді. Қоян мен оның балалары орман тұрғындарына Фалинаның егіз баланы дүниеге әкелгені жайлы хабарды жеткізді. Фалинаның қанаттарын қондап қағып көңілден массаған қараңдаршы. Бенби әкесімен бірге биік шыңның басына ну орманда күн кешіп жатқанда Фалина мен балаларына көз жіберді. Орман патшалығы енді Бенбидің қолына өтті. Ол әкесіне бұрылып былай деді: "Маған анам екеуіңіз не үйреттіңіздер, соны мен балаларыма үлгі етем. Уәде берем сізге." "Иә, солай болсын" деп ақтатты сөзін әкесі. "Есіңде болсын, әрбір жаңа күн қуаныш әкеледі, әрбір жаңа өмір болашаққа үмітпен қарауға жол ашады" деді